Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Алматыда қазаннан бастап электр энергиясы қымбаттауы мүмкін. Алатау жарық компаниясы ақы филиалы Энергосбыт Алматы тұрғындары үшін электр энергиясының бағасын көтеру туралы хабарлама жолдады деп хабарлайды Алматыдағы бақ.кз тілшісі. Осыған байланысты Алматы қаласы бойынша табиғи монополияларды реттеу департаменті қоғамдық тыңдауларды өткізді. Энергосбыт қазіргі тариф қосымша шығындарын жабуға мүмкіндік бермейтіндігін атап өтті. Бұл шығындар 1 тамыздан бастап Алатау жарық компаниясы тарифінің 12,96 теңгеден 14,25 теңгеге дейін өсуіменен, сондай-ақ 1 сәуірден бастап КТЖ-ның энергия жеткізу қызметкерлерінің құны 3,66 теңгеден 5,41 теңгеге дейін қымбаттауы байланысты. Біз 2025 жылғы 1 қазанынан бастап Алматыдағы тұтынушылар үшін электр энергиясының жаңа орташа тарифінің 38,1 теңге көлеміндегі бекітуді сұраймыз, дейді Энергосбыт өкілі Диана Нұрбекова. Әзірге Энергосбытының тарифтері өзгеру жөніндегі өтініш толық қанағаттандырылмайды белгісіз. Қоғамдық тыңдаулар барысындағы тұтынушылар сұрақтарды қойып, департаментпенен Энергосбыт өкілдері түсініктемелер берілді. Қатысушылардың ұстанымдары менен ескертулер ескеріліп, департамент шешімі заңды белгіленген мерзімде қабылданды, дейді Алматы қаласы бойынша табиғи монополияларды реттеу департаменті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.